Үйретілім алаңдама тартынба, найзағайдай шындықты айтып жарқылда, қалай ғана өмір сүрдім дей алам, бір ауыз сөз қалмаған соң қалғымда. Заман қалай, адам қалай өзгерді, өзгергенді шүкір қазір көз көрді, арың менен ақиқаттың алдында, шындықты айтып шыңғыратың кез келді. Айтсан анар момын қалып едік қой, сенгіштіктен қалай таяқ жедік қой, халқымыздың қамын жеген ұлдарын оғаламақ халық жауы дедік қой. Күні болған қазағымның сорлаған, қасіреттің қара бұлты торлаған, ешқашанда тарихында даламның кешегідей бұрыс кету болмаған. Әке тұрып сөйлеп кетті баламыз, ағайыннан алыс кеттау арамыз, 3 миллион аштан өлген жарамыз, қалғанымыз қайда кетіп барамыз. Сеніп өскен халық едік малын-ай, малын алса қайтсын халқын алмай, Америка, Түркияға, Қытайға жетіскеннен шашылдық па тарыдай. Шуарала болып кеткен тілдерін, айтатұғыны келді оны күндерін, тілін кетсе күнін қоса кетерін, қайран едім қалай ғана білмедің. Орысшала орыстарды таң қылып, ана тілін білмеу қандай заңдылық, жалпақ далаң өсер балаң тұрғанда, қазақ тілі жасау керек мәңгілік. Ауруың бірте-бірте асқынған, қара ниет асып кетті қасқырдан, қайбабаңның дәстүрінде бар еді, ата-анасын интернатқа тапсырған. Өкініштен өксігімді басалмай, айту қиын ойды көзге жасалмай, бір азамат бір ауылды билеуші еді, қазір қалдық бір әйелден асалмай. Азаматтар қол бастайтын қаһарман, Алқакөлдің ауруымен шаталған, бұл заманның қобыланды мен қамбары, оқ демей-ақ шығып жатыр қатардан. Бабамыздың биігінен аспадық, Құдайменен дінді жауып тастадық, маскүнем боп ұлдар түгіл қыздарың, ол аз болса наша шеге бастадық. Сәл кідіріп ойлаңдаршы әріден, қанша сәби өлді ұлы дәріден, қыздарымыз үйде отырып жүкті боп, тіршетім көбейді ғой бәрінен. Қайдасыңдар азаматым арысым, қайда кеткен қасиетті намысың, адам түгіл шырылдаған торғайда, жанын пида етпеуші мет балышың. Алған кезде бұл тоқырау алқымнан, жырдай болдық қайран баба салтыңнан, қасиетті қыздарымның қылығы, арал болып, балқаш болып сарқылған. Миымызға өрмекші тор құрған ба, өр соқырғып Құдай таза ұрған ба, қара көздер кімге ғашық болдыңдар, өз батырың, өз арысың тұрғанда. Намыс қайда, ұят қайда, ар қайда, мұның бәрі кеткені мәу шалғайға, бұл бетімен кете берсе ұрпағың, шал естілеу мәңгүрт болып қалмай ма? Дұрыс болмай замананың жетегі, еңіреген ердің толдау етегі, осылардың бәрін қосып ойласам, бас айналып көз бұлдырап кетеді. Қайран елім сорың енді арылар, күнім тұлдау ағымнан бір жарылар, шыдау шеңдер шыдан қаршы шырылдап, шындық жайлы айтатыным әлі бар. Туған елдің қазынасының бәрін ап, ұрпағымыз кейінемен жарымақ, полигон боп Абай Мұхтар жүрген жер атып жарылады. Бұл сөзіме түсінер-ау есі бар, кімнің қандай алалмаған өші бар, ел жоқ күн жоқ туындыралар тұрғанда, сары алтындай сары өзектен есі бар. Мәз болмайық арқамыздан қапқанға, мәз болмайық жұлдыз әкеп таққанға, кімге керек жал мен жая жегенің, бауырларың қылтамақ көп жатқанда. Бауырларымыз жанымыз бір кемеде, мен ешкімге жүрген жоқпын сенеде, Лермонтов пен Пушкинді атқан жандарға, Абай деген, Семей деген немене. Оқымаған биікте тұр бабамыз, оқыдық қой неге саяз санамыз, асқынды ғой жарамыз. Ей бауырлар, қайда кетіп барамыз? Ақмоланың ұмыттық біз аттарын, Кереку мен Қызылжар ет мақтаным, орысша боп адам түгіл қалаңда, байқайсың ба қайда бара жатқаның. Қайран далам өртесіңе нұр тұнған, қырағындайсың қанатыңнан қырқылған, мал өрісі аң мен құсың жоқ болды, миллион гектар жырым-жырым жыртылған. Асқар тауым ақыл ойым қорғаным, есіңді жи ешкімге жем болмағын, есілердер ертеңді де ойлаңдар, кімге керек бесті жақсы болғаным. Айтатұғын келді бүгін ақтаңдар, бәрін біреу береді деп жаттаңдар, бір қазақты үшке бөліп бүлінбей, қайран едім бірлігіңді сақ.